Амансыздар ма, құрметті әлеумет. Бүгін 22 ақпан 2022 жыл. Алдарыңызда Сихаев Айдархан Әшімханұлы. Құрметті әлеумет, біз бір туындының мағынасы әруақтық талап атты сол еңбегіміздің мән мағынасын түсіндіру барысындағы әңгімемізді жалғастыра бермекпіз. Қандай әңгіме болсақ айтсақ та осы тудың мән мағынасына келіп тіреледі. Себебі бұл ту біздің ұлттық идеологияны, адамзаттық құндылық ретінде адамзаттық идеологияны алдарыңызға әкеп беріп отыр. Ол бейнелеу өнер тілінде сөйлеп тұр. Сондықтан біз бұны кішкене адам тіліне ауыстырып қазақ тілінде жеткізбекпіз. Қазақ тілінде дейтініміз өзіміз айттық, бұл тек көшпелі өркениетінде, яғни аграрлық дәуір кезеңінде қалыптасып үлгерген, ақ пен қараны анықтап, тектілер мен текстерді байқатып берген дүниетаным негізінде жол алып шығып отыр. Біз кез келген идеология бір жеке тұлға ретінде қозғап отырған жоқпыз. Бұны біз халықтық мәдениет құндылық ретінде қозғап отырмыз. Әрине бүгін оққан, тоққан деген адамдар айтуы мүмкін. Бұл аграрлық дәуір өтті, қоғам басқа. Бүгін ауыр өнеркәсіптік керек болса екінші ауыр өнеркәсіптік дәуірден өтіп баратырмыз, өмірден де. Қазір ақпараттық технология заманы, бұл жаңа технология заманы, бұның қандай қажеті бар деп ойлауы мүмкін. Әйтсе де адам болып болады. Қандай технология, қандай кезеңге кетсе де, адамда ізгілікті ой негіздері әрқашанда жетекші, былайша айтқанда тізгінді қолына алып отыру қажет. Онсыз біз бәрін аударып төңкеріп қиын жағдайға жететінімізді айтып түсіндірдік. Сондықтан жаңағындай библиотекасы бар деген сондай керемет оқып білімді деген адамдардың санасына ескерту. Білімді болғанда да біз айттық, тектілік білім, яғни арлы білім болады, арсыздардың білімі болады. Негізгі нағыз білім арлыларда болады. Ал арсыздар алған білімін осылайша елді алдауға, біздің Қазақстан жағдайы сияқты, тек өзінің мұқтажын ғана ойлап, өзінің мүддесін ғана ойлап, елді басынуға, ішіп жеуге, көбеюге, елдерге қорлық көрсетуге ғана арналады. Ешқандай олар азап шекпейді. Өйткені олар сол қулық арсыздығын жеңгеніне олар мәз. Нәтижесі сол. Олардың ұрпақтары да солай ұғынып кетуі мүмкін. Біз бүгінгі ақпарат қоғамда ондай нәрсенің жол берілмейтінін ескерткіміз келеді. Себебі ақпараттық қоғам, бәрі біліп атқан қоғамда ондай нәрселер жасырын қалуы мүмкін емес. Әсіресе олар игеріп отырған жаңа технология, басқарып отқан тетікті таласу мәселелері қатты толғандырып отқаны бүгінде айқын мәселе. Сондықтан да, құрметті әлеумет, біз өткен жолғы әңгімемізде Қазақстандағы, яғни Алматы қырғыны туралы жағдайдан бастап біраз негізгі бағдарымыздан ауытқып, сол қырғын, сол руханистік, сол құлдырау әрекеттеріне байланысты әңгімемізді айтып отырмыз, айтып келеміз. Яғни оған себепкер нәрселердің бәрін айттық. Негізгі жаңағы құбыжық әрекеттердің көзі кімдерден басылған жеке нысандарын белгілеп, тұлғаларын айттық. Сонда да бүгін жаңа хабарларға қарасақ, әлде болса билік өзінің қылмыстық әрекеттерін сезінбей, жан алғыш, халық жан, қарапайым адам жанын алғыш прокурорлар өздерінің мағлұматтарын беріп жатыр. Елде әлі
20 мыңдай, 20 мың 36 37 мың қару табылмай жатыр дейді, ұрланған қарулар. Сол қауіп төндіріп тұр деп өтірік желеумен халықты тағы қыса түсетінін көрсетіп тұр. Ал өздерінің іс-әрекеттеріне ешқандай баға беретін түрлері жоқ. Негізі олай айтатынымыз, бұл ұятсыз қалыптасқан адамдар құлтабандық жүйеде жоғары биікке өрлеп шығып алып, өз мүдделерін қорғап, өз байлықтарын көздеп отырған жандар екенін бәрі біледі. Олар неге соны біліп қойды, біліп отыру ұят болады деп өздері жұмыстарын қалдырып, жақсы бір дұрыс адамдарға орын ауыстыру дегенді білмей тұрғанына таңғаламыз. Яғни жетесіз жандар сондай отыра береді екен ғой. Солай. Сонымен біз өткен жолы Назарбаевтың өзіне, оның отбасындағы жағдайды айтып өттік. Олар бір-біріне тежеу салып, қызда әкелерін, күйеу балалары тоқтата алмады. Ел билігінде отырған, елбасы деп айтып отырған аттарына сәйкес бола алмай қалды. Соны сақтау мәселесін ойланбады. Оларды дүние қызықтырып кетті. Ал Назарбаевтың өзі де ұл қыздарына осыда жетеді. Осы байлық, осы лауазымда жетеді, айналайындар. Халықпен бірге көріңдер. Ят болады. Мен абыройымды ойласаңдар, тыныш жүріңдер. Көп нәрсеге араласпай қойыңдар. Халықтың іші қазына деген сөзді де айта алмады. Олар өйткені жаңа заман талаптары, жаңағы біз айтып отырған аграрлық деп жатырмыз, промышленный, индустриальный, ауыр өнеркәсіпті, ақпараттық, инновациялық жаңа заман деп, соны оқып алып, олар өзіне пайдалануға тырысты. Өйткені ақпараттық жасанды интеллект заманында сол жаңағы индустриалдық кезде қалыптасқан көпшілік шешетін нәрсе, көпшілік жасайтын өндіріс азайып, мынау жеке адамдардың қабілет әрекетіне келеді деп айтқан. Міне соны олар осылайша түсінді деп ойлаймын. Сол себептен бәрі оқымысты оққан сияқты бол, бәрі ғылым атақтарын алып алған адамдар сол білімдерін өзінің жеке басын күйттеуге, жетіге басының мүмкіншілігін жасауға бағыттап кетті. Абырағында біз ойлаймыз, оны олар дұрыс түсінбеген. Ондай әлеуметтік мәні бар әлеуметті зерттеуші ғалымдардың еңбегін дұрыс түсінбеген деп ойлаймыз. Себебі біз ол ғалымдардың атын айтып, түсін түстеп, еңбектерін айтпай қояйық. Жалпы бұл хабарламаны, мағлұматтарды көз қарақты оқып, тыңдап жүрген адамдар жаңалықтарды біледі. Сондықтан бұны аса қатты жаңалық қыла бермейік. Ал енді жаңағы бірінші президенттің жасап кеткен әрекетін, оның қолдаушылары, қасындағылары, жанындағы жарамсақтардың бәрі солай істеп, бәрі тексіздік жолына кетті. Сол әрекетінің өзі, мысалы, мен өткен жолы әңгімемде кішкене кейбір сөздерін дұрыс айтпаған сияқтымын. Себебі мен оны бір жерлерде мұқтаждықтан деп айттым, бір жақта өзім туралы мысалы үрейленіп деп сөйлеген кездерім болды. Ол кісілерді таңдай алмады деп таңғалатындай сәттерді айтып аттық. Шын мәнінде олай емес. Олар өйткені шынымен тексіздік жолды таңдағандығы. Өзіміздің мұқтаж болдық деген мәселеміз мұқтаждық емес, сақтанғандық. Үрейленді деген мәселеміз сақтанғандық. Өйткені әруақ талабын, ол идеяны бүгінгі рухани тоқыраған қазақтар үшін емес, жалпы біз адамзат баласын сақтау үшін, соларға жеткізу үшін керектігін білдік. Бүгін адамзат баласы, қазақ елі жойылған күнде де, мен қандай қауіпті ойда отырмын. Өздері жойылып құрған күнде де, өйткені оған әсер етіп отырған адамдарды көріп отырсыздар. Ал әруақтық қуат, бұл сол кісілердің керемет қуат үлгісі ретінде адамзат баласына жету керек деген бізде түсінік болды. Сол түсінігімізді біз сенімді түрде әлі қала береміз. Өйткені
бұл негізгі құндылық. Сонда ғана біздің қазақ атамыздың әруағы шарықтай түседі деп ойлаймыз. Себебі ол кісінің айтқаны бәрі дұрыс. Мен мынау қазақша білет деп бекер бір жағынан қазақ мәдениетін жақсы білетін Назарбаев деп отқанында бір жағынан ойлап отырмын, ай жете түсінбеді ғой. Бәрін домбырасын тартып, сөзін сөйлеп, мақалдап сөйлегенмен де бірағында сана түйсігіне терең оның мәні жетпегенін ұқтық. Өйткені қазақта керемет сөздер бар. Мысалы, әруақты ұмытпа, дүниеге құнықпа деген сөз бар. Осыны мен осы мақаланы ел аузында бар, аталардан естіген мақаламыз, соны тыңдап өстік. Ал бір қызығы, осы біздің керемет дүниетаным туралы кезінде Совет Ақатаев деген ғалымыз болды, сол Едіге деген ғалымыз болды, фольклортанушы керемет. Соңғы тағы да Әлкей Марғұлан, тағы басқа ғалымдарымыз болды. Олар айтқанмен негізгі мағынасын толық ашатын жағдайға жетпей қалды. Бірағында ел аузында бар екен бәрі біледі. Міне, сол мықты дүниетанымды ешқандай бүгінгі сөздіктерге, қазақ сөздіктеріне, ғылыми сөздіктерге, халықтық сөздіктерге сол мақала мәтелдерімізді ендірмегеніне таң қаламын. Осы әруақтық дүниетанымға байланысты, әруақтық талапқа байланысты қазақтың керемет сөзі. Міне осындай сөздерді ол кісі де естімеген ба деп ойлаймын. Тіпті болмаса Ханталапай бала кезінде ойнаған жоқ па деп ойлаймын. Ханталапай деген қазақта ойын бар, асықтарды жинап алып, соларды бояп, қанды ерекше қылып бояп, қызыл түспен. Қалғандары басқа түстер бола береді. Бірақ қана ерекше түспен хан деген асықты, жақсы әдемі асықты бояды да, соны жинап алып, 30 шақты асықты лақтырып, соған балалар бүгін бүкке шігіншікке ұрып, тәукеге тәукесі, алшыға алшысын ұрып, айза дейді тағы да. Балалар ойын ойнайды. Сөйтіп асық бір-бірінен ұтысады. Міне осындай ойын жаңағы Ханталапай деп аталады. Ханды сонда алшысынан тұрпан кезде бәр таласып, бастары соғылып, бір-бірімен жылап, ұрысып, жатып тартып алады. Ойнайды. Таласады. Сөйтіп асық жинайды. Сөйтіп жеңгені ойынды бастайды. Сонда сол ойынның мәнісінің өзі, ханның орны қандай болу керек, текті адамның орны қандай болу, ел басқаратын адам қандай болу керек деген мәністі ойландырады. Таза бұл астары саясаттық мәні бар, саясаттық түсінігендіретін қазақтың керемет ұлттық ойыны. Міне, осы ойынның өзін ойнап өскен бала, мен ойлаймын, әркім өзі орын түсінер еді. Оны түсінетін бүгін мемлекетті басқарып отырған адам жоқ. Оны түсінетін өкіметте отырған, басқа да басшылықтарда отырған мемлекеттік қызметтердегі адам жоқ. Ешқайсысы жаңа Ханталапай ойынын ойнамаған сияқты. Ол түсініктен алыс, оның бәрі ескіліктің көзі деп ойлайды. Біздің ұлттық тәрбие көздерін, мәдениетімізді ұмытқандығы содан деп ойлаймыз. Бұл енді былайша айтқанда сатқындық әрекет деп ойлаймыз. Сондықтан сатқындықты біз ерте таныдық, ерте білдік. Өйткені осы қоғамды құрған кезде-ақ нағыз патриоттардың бәрі шошып шетке қашқанына таң қалдық. Бізді көргенде алыстан қашып, бізді оппозиция алғанына таң қалдық. Біз мәдениет туралы, ұлттық дүниетаным туралы, адамдық, әруақтық мәселелер туралы айтып жүрсек, олар басқа. Бұған бізге кедергі жасаған көптеген әруақшыл, қабырғасына барғыш, дұғаларын арабша оқығыш тәуіпсімақтар, емшісімақтар кедергісін жасап бітті. Олар ақ әруақ, қара әруақ деп әруақты өздерінше жіктеп бөліп, білгендерін істеп, әйтеуір бәрін мешіт қылып, өздері біресе исламға қарсы шығады, біресе тағы басқа бір-біріне қарсы шығып, бір-біріне қарама-қайшы шығып, көп нәрселерге мазақ қылып, әруақтың қадірін, мықты дүниетанымымыздың қадірін кетірді. Сол себептен де олдан бөлек исламшыл бағыттарда Құдайға шірк келтіріп, серік қосу болмайды деп, олар да бір жағынан басып бітті. Міне,
Одан бөлек мынау жаңа билікке жеткен қолтабандар, олар өз тараптарынан бізге қысымдық көрсетіп бақты. Оны неге айтасыңдар, олар өліп қалған адам деп, ақымақтар. Міне, үйтіп айтпасқа бүгін мен басқа сөзім жоқ. Себебі сол кезеңдерде дұрыс түсініп, ән оғып, тыңдап, біріміздің мәнін ұққанда, бүгін мынандай Алматы қырғынына жетпесін еді. Мұндай мазақ жағдайға дүниежүзі бойынша қалмас едік. Назарбаев ол жолға түспес еді. Басқа саясаткерлер түспейтін еді. Бұны мемлекеттік конституциямызға ендіріп, әруақтық дүниетаным, әруақ талапты сол негізде заңдарын жасар еді. Бұл ерекше біздің мемлекеттік адамдық ұстанымымызды байқататын еді. Доктринамызды жасауға қолғабыс ететін еді. Өкінішке орай олай болмады. Міне, осындай әрекеттердің арасында бәрі шым-шытырық жүрген кезде біздер ойладық. Мен өзіме қарайтын болсам, мұғалім оқу ағарту ісімен айналысып жүрген, жоғары оқу орындарында жұмыс істеп жүріп, осындай мәселелерді көріп, денем түршігіп, өтіріктің арасында болып толып, құлағымды басып, қашқандағы ісім осы әруақ сенімнің қазақтардың, аталарымыздың аманатын жүзеге асырам деген оймен осылай айшықты атпен шығып жұмыс істегіміз келіп еді. Соны түсіндіргіміз келіп еді. Сол агарда оқу орындарында ұстаздардың арасында дұрыс жағдай болатын болса, біздің өйтіп шығатындай жағдай тумас еді ғой бізге. Біздер онда басқа өзіміздің таңдаған шығармашылық жолымызды, ғылыми жолымызды дамытып, өз саламыз бойынша еңбек ете беререк. Өйткені бізге мынау қазақтың дүниетанымы өте қажетті, тек қазақ үшін емес, адамзат үшін. Арлық пен арсыздықты анықтататын, дүниетанымдық болмысты нақты ұстататын, адамды бірлікке жұмылдыратын, арлылар мен арсыздарды анықтайтын дүниетанымымызды үлгі ету маңызды болды. Басқа да жеке мүддеден, жеке үлгілерден, басқа жеке діндерден маңызы осы болды. Өйткені мен өткен жолы айттым, бұл адамдар пенделер. Ешкімнен қорқпайды екен өздерінше, тек Алладан қорқады екен. Сонда Алла жаналғыш па? Қалай болды? Негізі солай үйретеді. Ал президент елбасшыларын соның көлеңкесі деп ұғады. Яғни олар да жаналғыш. Міне көріп жатсыздар, жанды алып жатыр. Талай жас ұрпақтарымызда өтірік жала жауып, қырғын жауып, мылтық ұстай білмейтін, әлі дұрыс сөйлеп білмейтін, қысылғанынан халықтың қасында тұрып, бір әділдік, бір жақсылықтың нышанын күтіп жүрген, қорғаныс күтіп жүрген адамдардың митингіге шығуын олар террорист деп бағалап, террорист деп көрсетіп, бүгін соттап жатқаны, уже қанша балалар сотталып жатыр, өздерінен ешқандай өз билік тарапынан әрекеттер жоқ. Тексеру мақсатында деп мағлұматтарын шығармай, елдің бәрін ақымақ санап жасап жатқандары мұндай тірлік болып тұр. Қазір біз естіп жатқан ақпарлар соның айғағы. Ал жаңағы Құдайдан қорқыштар, Алласынан қорқыштар қорқып отыр. Бұлардан да қорқады, өтірік айтады, Алладан ғана қорқам деп, биліктен де қорқады, өздерінен қорқады. Сөйтіп өтірік бүктісіп, дұғаларын оқып, мешіттен шықпай тоңқайып, өздері мазақ болып жатқандар. Бұның өзі ненің белгісін аңғартады? Бұның өзі пенделіктің белгісін аңғартады. Құлдықтың белгісін аңғартады. Ал қазақта мынау әруақ деп алып, Құдай жоқ адам екен деп ойламаңыздар. Біз айттық, қазақта өзінің танымдық жүйесі бар, басында айттық. Біз оған әлі арнайы тоқталамыз. Қазақтың мақалын айттық. Құдайдан қорықпасаң да әруақтан қорық деген сөз бар. Құдайдан қорықпа, әруақтан қорық деп бұйырған сөз бар. Агар түсінетін адамға. Содан ақ қазақта не бар, ненің жоқ екенін білулеріңіз керек. Міне, бүгінгі біздің биліктегілерге мен соны қатаң айтқым келеді. Мазақ болған қазақ мазақ болып құрып кете берсін. Біранда мен
қазақ деп айтқым келмейді. Қазақ атамыз бар ғой, соның ұрпақтары, қазақстандықтар. Егер де қазақстандықтар болмағанда, олар дегенде өткен жолы айтып кеттім. Әруақ сөзін күлтөкпеге барабан тұрып тақылдатып тастағанда, сол кезде көтерілісшіл намысы барлар айтатын сөздерді айтып орнына қоятын еді. Боқ болады дегендерді. Кешірім сұратар еді халықтан. Олай болмады. Тіпті теңгемізге шыққан әруақты бабаларымыздың суретінде жойылып бара жатқан кезде оны бір алақан шығып. Онда да көтеріліп, бәрін тоқтатып, өз рухани әлемін түгелдеу мақсатында болмысын қымтап, олар тәубеге келтіретін еді. Олар қайтадан шығатын еді. Міне сол қысылтаяң кездерде ештеңені ойламаған, базардан басқа, саудадан басқа, алыпсатарлықтан басқа құлықты білмеген халық шынымен ойлады. Дінде айтатын, пенделеп айтатын нәрселер дұрыс екен ғой, құл екенбіз ғой, пенде екенбіз ғой. Адам емес екенбіз ғой деп олар ойлады. Адам деген күнәһар екен ғой деп. Жоқ, адам деген адам. Адам деген әруақты болады, мықты болатын болсаңыздар. Міне әруақты елдің барлық нәрсесін шығарған дүние саналық дүниелерін қазір көтеріп жүрсіздер. Бойларыңызда, іштеріңізге, көліктеріңізге қылып мініп, құлақтарыңызға салып сөйлесіп, аспанға қарап, айға ұшамыз деп үміттеніп отырсыздар. Міне осы қазақ неге ата-бабаларымыздың әруағы дегенде, ол аграрлық кезде қазақтан басқа дүниені жақсы түсінген халық болған жоқ. Сондықтан да қазақтың ата-бабалары әруақты болды. Әруақты ата-бабамда бәрінгі дейін әруаққа сенетіні сол, қазақтың ата-бабаларын айтып. Бүгінде сол әруақтан айырылып қалып отырған жоқ па? Бүгінде жаңағы өндірістік, ауыр өндіріс, жаңа технология шыққалы біз қалып қалған жоқпыз, бәрінен айырылған жоқпыз ба? Бірақ сол ұзақ дамыған аграрлық өркениетте бізде қалыптасып жүрген дүниетаным бар ғой, әруақты үлгі ғой. Сондықтан, құрметті әлеумет, біраз сөзіміз қайталанып кеткендей болса айып етпеңіздер. Өйткені бұл кейбір жерлерде қайталауға сондай жағдай туып тұр деп ойлаймыз. Енді келесі кездескенше аман болыңыздар.